Спасибо большое. Салима Бельдинова, ПКР Медиа. Қайырлы күн, премьер-министр мырза, көргеніме қуаныштымын, барлықтарыңызды көргеніме қуаныштымын. Сұрағым мынандай, қазір Қазақстанда атом электр станциясын салуда Ресей көш бастап тұр, бірақ қазір Ресей Түркиядағы АЭС-ті сала алмай жатыр, 49% акциясын сатып жатқанын білесіз. Бұл жағдайда Қазақстанда АЭС салуға Ресейдің шамасы жетеді деп ойлайсыз ба? Және жаңада сұрақта бұл сөз болды, енді Қазақстанда 3 бірдей тестті салу жоспарын жүзеге асыра алмай жатқанда, Ресей кейін бізде АЭС салудан бас тартуы мүмкін бе? Бұндай жағдай орын алса, үкіметтің не ойлағаны бар, сары майдай сақтаған жоспарларыңыз бар ма? Рахмет. Мен де өздеріңізбен қауышқаныма қуаныштымын. АЭС-ті айтатын болсақ, Түркияда мүлдем басқа схема қолданылды, өйткені оларда BOO схемасы бойынша жұмыс істеп жатыр Росатом. Яғни Build, Own, Operate. Росатом мына Түркиядағы АЭС-ті салып, өзі сосын оның иесі болады. Ал бізде Қазақстанда мүлдем басқаша, біздің Қазақстандық АЭС ол Қазақстанның меншігінде болады. Сондықтан ондай тәуекелдер аз болады деп ойлаймыз. Әрине біз ресейлік тараппен, әріптестерімізбен жұмыс жасаймыз, осы ешқандай кедергісіз. Бізде Қазақстанда осы өте маңызды, еліміз үшін өте маңызды жобаны уақытылы іске асыру үшін.